менің уақытым жоқ деген сөзді сіз көбірек айтасыз ба? Жалпы барлығымызға берілген сағат ол 24 сағат, әр күні қайталанып отыратын. Біз осы 24 сағатты күнделікті бала шағамызға қарауға, отбасымызды асырау үшін жұмысқа барып келуге және тойға баруға, Инстаграм, тикток шұқылауға бекерден басқалардың өмірін зерттеуге арнап жатқанымызды білесіздер ме? Ал енді сіз неге тіл үйренбейсіз, неге спортпен айналыспайсыз? Өзіңіздің ішіңізге үңіліңіз. Біздің ішімізде қаншама потенциалдарымыз бар. Сол потенциалыңыздың біреуін неге ашпасқа, неге хоббиіңізді ары қарай дамытып, өмір сүру барысындағы өзіңіздің бір жаңа мамандығыңыз етіп алмасқа деп мен адамдарға айтқым келеді. Бірақ қазір ақыл айту екінің бірінің қолынан келеді. Бірақ менің адамдарға айтқым келетіні, біздің мына ішіміздегі жасырынған потенциалымыз, ол біз ойлағаннан әлде қайда үлкен, әлде қайда кең. Біз оны үнемі жасып, қысып, ішімізге тығып үйреніп қалғанбыз. Өзімізді ашуға, жаңадан бір қырымызды дамытуға ерінеміз. Ал енді жұмыс істеп жүрген кісілерге, жалпы мен өзім ағылшын тілін үйреніп жүрем ғой. Неге сіз тіл үйренбейсіз? Мүмкін мейлі ағылшын тілін үйренбей ақ қойыңыз, түрік тілін үйреніңіз, жаңағы Қытай тілін үйреніңіз, кәріс тілін үйреніңіз. Жаңағы әлемдік тілдер көп қой. Тіл үйренсеңіз, сіздің өмір сүру қабілетіңіз, өмір сүру сапаңыз артады, емін-еркін әлемді шарлайсыз. Қазір енді екінің бірі шетелге қыдырады, әрбір каникул сайын, ай сайын, апта сайын, кейбіреулер жылына бір барады деген сияқты. Осы кезде неге өз ойыңызды еркін жеткізу үшін тіл үйренбеске деп айтсам, менде уақыт жоқ дейді. Мысалға, менің өз басымды алып қарайтын болсам, менде де негізі уақыт жоқ деп айтуға болады. Себебі мен мектепте математика пәні мұғалімімін, мектепке барып келемін, өздеріңіз білесіздер, мектептің жұмысы қалай болатындығы. Сонымен қатар өзімнің 3 балам бар, олардың жасы 7 жаста, 5 жаста және 2 жаста. Содан кейін айтады, мен жалпы ағылшын тіліне қатысты видеолар үнемі салам ғой, Инстаграмға, тиктокқа. Соны айтады, сен қалай уақыт табасың, сенде қайдағы уақыт деп менің өзімнен сұрақ қояды ғой. Сонда айтам, уақыт табуға болады. Мысалға, балам, кішкентай қызым жаңағы түскі 2 сағат әбет уақытында ұйықтап алғанның өзінде мен сол бір 2 сағат тыныштықты барынша пайдаланып қалуға тырысам. Оған дейін жаңағы ойымды жинақтап жүрем, қайта-қайта репетиция жасап, жаңа бала шағам ұйықтағанша қағазға сызып, жаңағы ноутбугіме жазып, ойларымды жинақтап қоям. Тыныштық болған кезде балам ұйықтап жатқанда болсын, болмаса таңертең ерте тұрып, жаңа бір видеомды салам да, өзімнің оқырмандарыммен бөлісіп отырамын. Бұл кезде осы бөлісіп отыру, біліміңді қайта-қайта шыңдау сізді маман етеді, эксперт етеді. Негізі ағылшын тілі менің мамандығым емес, бұл жай хоббиім болған, менің қызығушылығым болған. Мен қызығушылығымды дамыту арқылы қазіргі таңда ол ағылшын деңгейім өсіп келе жатыр. Мен диплом жүзінде математика пәні мұғалімімін, бірақ диплом жүзінде ағылшын тілінен маман емеспін. Бірақ мен өз бетімше үйрендім. Және осы өз бетінше үйрену адамды өзін өзі дамытуға, өз-өзіңе қожайын болуға, өзіңе өзің ұстаз болуға, өз-өзіңе бастық болуға үйретеді екен. Және маған ешкім қазір мына видеоны сал, қазір мына грамматиканы айт, қазір мына бір ағылшын тіліндегі ертегін айт деп маған ешкім айтпайды. Мен әрқашан өзіме команда берем, өзіме соны орында деп, өзіме өзім тапсырма берем. Осы өз-өзіңе тапсырма беру мені табандылыққа, бірізділікке және қандай да бір жақсы қасиетіңді, жақсы хоббиіңді күнделікті өміріңде сол істі орындап отыруға әдетке айналдырады екен. Ол табандылыққа келеді және бірізділікке келеді. Әрқашан табандылық бар жерде, бірізділік бар жерде сіздің алмайтын асуыңыз, аспайтын белесіңіз жоқ. Себебі жаңағы харекет қылған адамға Алла берекетін береді. Сол сияқты мен даже ағылшын тілін бастап үйренген кезде ең қарапайым сөздердің өзін білмейтінмін.
ағылшын тілін былай қоя тұрыңызшы, даже орыс тіліндегі ең қарапайым сөздердің өзіне тілім келмейтін. Себебі мен айттым ғой, мен Қытайда дүниеге келдім, одан кейін атамекенге көшіп келгеннен бастап тіл үйреніп бастадым. Ол кезде мен 9-10 сыныптар едім. Деп Қазақстанға келген кезде қарапайым қарапайым кроссовка, жаңағы не дейді, қарапайым тілдердің өзін, қарапайым сөздердің өзін айта алмайтынмын. Мен қайттым өзімді қайта жаттап, практика жасап, соны үйренейінші деп, соған уақытымды арнап, жаңағы үстеліме, орындығыма отырып, қолыма дәптер қарындашымды алып, өзімді өзім тәрбиеледім. Бекерге уақытымды кетірменші дедім. Сол сияқты сіз қандай адам болсаңыз да, сізде уақыт бар. Бәріміздің уақытымыз бірдей. Тек қана уақытты тиімді пайдалануды. Тағы да айтатыным, сіздің ішкі потенциалыңыз, ішкі жаңағы адам 8 қырлы 1 сырлы деп жатады ғой, сол қырлардың барлығы сізде бар. Тек ол қырларды ашу үшін сіз еңбек етуіңіз керек, бірізділік болу керек. Сіз мейлі тілге қызығушылығыңыз болсын, мейлі шаш қиюға болсын, мейлі доп тебуге болсын, мейлі қандай саланы жақсы көресіз, сол салаға отырып уақытыңызды жұмсауыңыз керек, ой елігіңізден өткізуіңіз керек, және осы процесті өзіңіз ғана үйреніп жүрмей, басқаларға үйрете біліңіз. Сонда сіз қазіргі істеп жүрген мамандығыңызға тағы бір плюс бір мамандық болып шығады. Және сіздің жаңағы айтады ғой, қаржылай жеткіліксіздігіңіз азаяды, қосымша ақша табасыз. Сонымен бірге әлеуметтік желіге салыңыздар. Себебі әлеуметтік желіге салу ол мақтаншақ адамның, болмаса ұялмайтын адамдардың ісі емес, ол өзін дамытатын адамдардың ісі. Себебі әр қайсымыздың қолымызда бірден емес, бірнеше телефоннан бар, бірнеше ноутбук бар. Осылардың барлығында камера бар. Осы камераны неге істетпеске? Бұл камера барлық адамға таратылған, бұл барлық адамға берілген мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан да бекерге телефон ұстап жүрсіз, iPhone ұстап жүрсіз, неше түрлі маркадағын ұстап жүрсіз, бекерден бекер қолыңызға көтеріп қана жүрмей, өзіңізге қызмет жасасын. Телефонның құлы болып, кешкеден телефон шұқылай бергенше, осы процесті керісге айналдырыңыз. Телефон сіздің құлыңызға айналсын. Сіз телефонның құлына айналып кетпеңіз. Өзіңіздің қызығушылығыңызды, өзіңіздің ішкі потенциалыңызды қолыңыздағы телефон арқылы ашыңыз. Оған үлкен бір керемет көріністі, үлкен керемет бір киім киюді іздемей қойыңыз. Қарапайым өміріңізден алыңыз. Өмірде қалай барсыз, солай өзіңізді видео түсіріп бастаңыз, дамыңыз, үйреніңіз. Біз үшін қазір барлық жағдай жасалған.